Армысыздар, бұл Python 1 сағат курсы. Ең алдыменен Python'ды компьютерға жүктейік. Ол үшін біз осы сайтта downloads'тың ішінде мына батырманы басамыз. Программа жазылып біткен соң, оны ашамыз, және де міндетті түрде осы екеуін бекітеміз. Бұл міндетті түрде жасау керек. Егер сіз бұны жасамасаңыз, онда Python жұмыс істемеу мүмкіндігі бар. Енді install now'ды басамыз, және де белгілі бір уақыт күтеміз. Көріп отқандарыңыздай жүктеу бітілді. Енді command promptты ашып Python деп жазсақ, егер де осыны көрсек, онда барлығы дұрыс жасалды. Оны тексеру үшін print hello world деп жазып көріңіз. Так, hello world шықты. Демек барлығы дұрыс жұмыс жасап жатыр. Бұл жақсы. Енді бізге IDE керек, Integrated Development Environment. Ол үшін біз осы сайтқа кіріп, Visual Studio Code'ты міндетті түрде жүктеуіміз керек. Осыны бекітеміз, содан кейін келесіні басамыз, сөйтіп жүктейміз. Енді барлығы дайын. Біздің ең бірінші өтетін тақырып қазір бұл data types, яғни Python'дағы ақпарат түрлері. Python'да біз бұл сабақта 4 ақпарат түрін қарастырамыз, яғни 4 types. Біріншісі бұл бүтін сандар, яғни 12, 67, 908 сияқты бүтін сандар. Бұлар integer деп аталады. Int, қысқаша int. Тағы да біз қарастыратын data type бұл float, яғни нүктесі бар бүтін емес сандар. Олар қатарына осындай сандар кіреді. Тағы осындай сандар. Бұлар float деп аталады. Тағы да біз қарастыратын data type бұл string. String, яғни кез келген текст. Мысалға осындай. Python'да біз тексті осындай жалғыз тырнақшада немесе қос тырнақшада сақтай аламыз. Мысалы осылай. Дәл осылай. Және де соңғы қарастыратын data type бұл boolean. Яғни бұл true немесе false. Boolean. Яғни бүгінгі 1 сағаттық сабақта біз осы 4 ақпарат түрін қарастыратын боламыз. Бұл яғни бүтін сандар integer, бүтін емес нүктесі бар сандар, яғни 78 бүтін 100 мыңнан 34 деген сияқты. Келесі бұл string, str қысқашасы. Бұл енді қарапайым текст. Келесі бұл true немесе false. Логика, яғни логика. Тағы да бір қарастыратын концепция бұл variable. Variable немесе қазақшалап айнымалы. Айнымалы дегеніміз осы ақпарат түрлерін сақтауға мүмкіндік беретін сандық деп елестетіңіз. Яғни мыналардың барлығы variable. Көріп отқандарыңыздай. Var 1, var 2, var 3. Бұның барлығы variable. Бұлар бізге осы ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. Python'да variable ретінде кез келген жазба бола алады. Ол міндетті түрде осындай var емес, тіпті x те бола алады, тіпті name 10 сәке десек те болады. Яғни variable маңызды емес. Кез келген жазба бола алады. Бірақ та Python'да variable'дың түсінікті болғаны дұрыс. Яғни осының өзі де variable бола алады, бірақ бұл түсініксіз. Бұндай нәрсе жаман практика деп аталады. Бұлай жасамаңыздар. Жарайды. Бұлармен түсінікті деп санайым. Енді келесі біз өтетін тақырып бұл
Pythonдағы қарапайым функциялар. Яғни Pythonда біз бұл сабақта print функциясын қарастыратын боламыз. Print функциясы терминалға біз берген нәрсені шығарады. Мысалға, сәлем делік. Сақтап қояйық. Pythonда кодты жүргізу үшін осы батырманы басыңыз. Мынау терминал ашылады, және де сәлем жазбасы шықты. Терминалды тазарту үшін ls командасын жазсаңыз, Enterді басасыз, тазарады. Немесе осы қоқыс жәшігін бассаңыз болады. Жарайды. Яғни көріңіз, print сәлем, сәлемді шығарды. Тағы да біз сәлемді осылай емес, айнымаларға жазсақ болады. Мысалы, var 8-ді деп жазсақ, var 8 деп жазсақ, ол да мына сәлемді шығарады. Қараңыздар. Көрдіңіз ба, сәлемді шығарды. Мысалға, біз осы санды да терминалға шығара аламыз. Ол үшін print var 6 меді, var 6 дейік, run. Көрдіңіз ба? Яғни print функциясы терминалға кез келген нәрсені бізге шығаруға мүмкіндік береді. Яғни осы төртеуін терминалға шығарсақ, тіпті true false'ты да шығарсақ болады. Ол үшін қараңыздар. Print var on. True, көрдіңіз ба? Бұның барлығы терминалға шықты. Жарайды. Тағы да біз қарастыратын тақырып бұл input функциясы. Input, яғни біз терминалға жазған нәрселерді сақтауға мүмкіндік береді. Қараңыздар. Мысалға, атынды жаз делік. Атынды жаз. Қараңыздар. Яғни мыналардың бәрін шығарып болған соң, ол бізге атынды жаз дейді. Мысалға, мен сәке дей салайын. Көрдіңіз ба? Программа жұмыс істеуін тоқтатты. Біз бұл сәкені айнымалға сақтай алсақ болады. Ол үшін не істеу керек? Мысалға, name деп осылай жазсақ, inputқа кіргізілген зат осы nameға сақталады. Қазір оны көрсетейін. Сосын біз nameға сақталған нәрсені терминалға print арқылы шығарсақ болады. Қазір көрсетейін. Атынды жаз. Сәке. Көрдіңіз ба? Сәкені бізге терминалға шығарды. Тағы бір қызық, біз print функциясын өзгертсек болады. Мысалға, былай істесек болады. Сенің атын Сәке деп жазсақ болады. Мысалға, сенің атын, одан соң қазір қараңыз. Бұл енді терминалға біздің атымызды шығару керек. Атынды жаз. Сәке. Көрдіңіз ба? Сенің атын Сәке деген жазбаны шығарды. Яғни біз print функциясында осылай стрингтарды бір-біріне қоссақ болады. Тағы да бұның басқаша шығару жолы бар. Қазір көрсетейін. Оңай жолы f-strings деп аталады. Яғни осындай f арқылы біз осыны плюссыз терминалға шығара аламыз. Қазір оны көрсетейін. Дәл осылай сенің атыңды алайық. Копия жасайық бұны. Ctrl-S, Ctrl-V және де осындай жүйе, яғни жақшалар. Осындай түрдегі жақшаны қоямыз да, name'ді жазамыз. Бұл бізге осы плюссіз текстің ортасында осылай айнымалыны қойға мүмкіндік береді. Қараңыздар. Қазір осыны шығарсақ, атында жаз, Сәке. Екеуінің нәтижесі бірдей. Көріңіз ба? Бұл f-strings деп аталады. F-strings. Бізге бұл текстің ортасына айнымалы қосуға мүмкіндік береді. Осылайша біз көптеген айнымалын бірін сон бірін қойсақ болады. Мысалға, мынаяққа тіпті мынаяқтағы мынаны да қойсақ болады. Қараңыздар. Var 9, 9 hello world. Мынаяққа үтір қойып жіберейін. Қазір бұны жазсақ, міне көрдіңіз ба? Сенің атын Сәке, hello world. Бірінен соның бірін шығара берсек болады. Осылайша. Тағы да біз мынаяққа не қойсақ болады? Тіпті 12-ні шығарсақ болады. Var 1. Көрдіңіз ба? Бірінен соң бірін шығады. Енді логикасы түсінікті деп ойлаймын. Бұл f-strings. F-strings бізге айнымалыны текстің ортасына
қоюға мүмкіндік береді. Ол үшін біз осылай f деп жазамыз да тырнақшаны ашып және де осындай жақшаларды қолданамыз. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді біз келесі тақырыпқа көшейік. Келесі біз қарастыратын тақырып бұл arithmetic operations, яғни біз сандармен жұмыс жасай аламыз. Pythonда біз сандарды бір-біріне қоса аламыз, бір-бірінен азайта аламыз, осылайша бір-біріне көбейте аламыз, және де бір-біріне бөле аламыз. 12 бөлу 12. Қазір бұның нәтижесін терминалға шығарсақ, көрдіңіз ба, барлығы дұрыс. Екеуін қосса 24, азайтса 0, көбейтсе 144, ал бөлсе 1 шығады. Pythonда көбейту жұлдызша, бөлу слэш. Pythonда тағы да бір қызық нәрсе, біз бұны айнымалы арқылы жазсақ та болады. Қараңыздар. Var бір мысалға x тең 12 делік, y те тең 12. Біз бұл екеуін осы x пен y арқылы істесек болады. X көбейту y, x көбейту y, x бөлу y болсын. Дәл осылай істесек болады. Көрдіңіз ба? Осындай. Тағы да айнымалының бір жақсы жері, біз 12-ні бірнеше рет қолдансақ болады. Мысалға былай. X көбейту x қосу x. Көрдіңіз ба? Біз бір айнымалыны бірнеше рет шақырдық. Бұл қандай нәтиже береді? 156. Енді дұрыс. 12 көбейту 12 қосу 12. Көрдіңіз ба? Айнымалыны осылай бірнеше рет шақырып қолдансақ та болады. Pythonда тағы да бір арифметикалық оператор бұл қалдықты көрсетеді. Мысалы қараңыз. 12% 5. Бұл бізге нені береді? Бұл бізге қателеспесем қалдықты береді. Көрдіңіз ба? 12-ні 5-ке бөлген соң 2 қалдық қалады. А егер 13-ті 5-ке бөлсек, 3 қалдық қалу керек. Көрдіңіз ба? Яғни бұл санды, яғни 13-ті 5-ке бөлгеннен кейін қанша қалдық табу үшін біз процентті қолданамыз. Тура солай, мысалы тағы бір мысал, 24% 20. Қанша береді деп ойлайсыз? Әрине 24-ті 20-ға бөлген соң бізде 4 қалдық қалады. Яғни 4 қалдық. Көрдіңіз ба? Қалдықты көрсетеді. 4 қалдық. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Қалдықты табу үшін біз процентті қолданамыз. Жарайды. Келесі тақырып бұл Pythonдағы қанша бүтін сан бар екенін табу. Мысалы қараңыз. 20-ның ішінде, мысалы 21-ның ішінде қанша бүтін 5 бар екенін көру үшін 21-ның ішінде бізде 4 бүтін 5 бар. Оны қазір көреміз. Көрдіңіз ба? 4 бүтін 5 бар. Бұл түсінікті, яғни бұл қалдықты емес, қанша бүтін сан бар екенін көрсетеді. Мысалы, 23-дің ішінде де 4 болу керек. Себебі, көрдіңіз ба? 24-дің ішінде 4 бүтін 5 бар. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Қанша бүтін сан бар екенін көрсету үшін біз осындай 2 слэшті қатарынан жазамыз. Жарайды. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі тақырыпқа көшейік. Так, кесте бойынша біздің келесі тақырып бұл if, elif, else. Жарайды. Келесі тақырып бұл if, elif, else. Тағы да айта кететін жайт, Pythonда кодқа коммент жазу үшін біз осындай хэштегті қолданамыз. Хэштег коммент. Бұл біздің кодқа ешқалай әсер етпейді, оны тек біз көреміз. Ал компьютер оны жай ғана игнор жасайды. Яғни ешқалай да бұған әрекет етпейді. Осылайша біз қалаған нәрсемізді осылай жазсақ болады. Коммент арқылы. Жарайды, бұл түсінікті. Яғни if, else, if, elif, else. Ол бізге не үшін керек? Мысалға былай жасайық. Адамның кәмелетке толғанын тексеретін программа жазайық. Мысалы қараңыз. Age ол ағылшын тіліне аударғанда жас. Оны біз қалай істейік? Былай істесек, қараңыз. Input сенің жасың дейік. Так, n бізде былай, сенің жасың. Былай. Input бізге, input оның ішіне жазылған нәрсені бізге терминалға шығарады. Қазір көрсетейін. Қараңыз. Көрдіңіз ба? Сенің жасың деп осыны шығарады да, біз оның ішіне белгілі нәрсе жазайық. Менің жасым 12-де делік. Көрдіңіз ба? Терминалға қайттан 12-ні шығарды.
Жарайды. Тағы да Pythonда бір қарастырылатын концепция бұл конкатенация. Яғни, мысалы, бұл интеджерді, бүтін санды текстке айналдыру, немесе тексті интеджерге айналдыру. Осыны жасау үшін біз бұның барлығын int функциясының ішіне жасауымыз керек. Біз бұны не үшін жасадық? Инпутқа енгізілген барлық текст бізде типі string болады. Ал int осы stringті бізде интеджерге айналдырып береді. Яғни тексті бүтін санға айналдырады. Бұл бізге болашақта керек болады. Болашақта дегенде дәл қазір. Мысал қараңыз. If age 10 18, онда print. Сен 18-ге толдың деген жазу шықсын. Яғни, біздің age 18-ге тең болса, онда сен 18-ге толдың деген жазба шығады. Егерде elif біздің age 18-ден кіші болса, онда келесі жазба шықсын. Сен кәмелеттік жасқа толмадың деген жазу шықсын. Бізде А2 кәмелеттік жасқа, К қайда бізде? К 11 жасқа толмадың. Дәл осындай жазу шықсын. Elif немесе else, және де сонда else-ті қоссақ болады. Print сен 18-ден, бізде о қайда еді? 8, Так, қазір бұл программаның мағынасын түсіндірейін. Біз ең басында жасымызды енгіземіз, сосын бұл тексереді. Егер жасын 18-ге тең болса, онда осы текст шығады. Дегенмен, мынау жұмыс жасамаса, онда келесіні тексереді. Егерде жасын 18-ден кіші болса, онда сен кәмелеттік жасқа толмадың деген текст шығады. Егерде адамның жасы 18-ге тең емес, 18-ден кіші емес, онда мынау орындалады. Бұл айтады, сенің жасың 18-ден үлкен. Қазір бұл программаны іс-әрекетін тексерейік. Ең бірінші жағдай тексерейік, бірінші condition тексерейік, яғни жағдай 18-де болғанда. Менің жасым 18-де болса, онда қандай нәтиже шығады? Көрдің ба? 18-ге толдым деген нәтиже шықты. Жарайды. Бағана айта кеткендей, CLS терминалды тазартуға мүмкіндік береді. CLS. Жарайды. Енді 18-ден кішіні көрейік. Менің жасым 13-те болса, қандай нәтиже болады? Сен кәмелеттік жасқа толмадың деген жазу шықты. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Жарайды. Енді тағы да бір рет, менің жасым 56-та болса, қандай нәтиже шығады? Сен 18-ден үлкенсің. Енді көріп отырғандарыңыздай, if, elif, else бізге осындай логикамен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Тағы да if, elif, else-тің қиындатылған версиясын қарастырайық. Қиындатылған version, яғни версия. Қарастырайық. Мысалға, бітейік. Біздің жасымыз 18-де, және де біздің қаламыз Астана болсын. Астана. Бізде осындай дүкен болсын. Яғни бізде супермаркет, яғни зейнеткерлерге, және де жасы 18 емес, 65 делік. 65, жасы 65-тен үлкен және Астана қаласындағы тұратын зейнеткерлерге 50% жеңілдік жасайды деп елестетейік. Бұны программада қалай жасаймыз? Бүйтіп жазамыз. If age үлкен немесе тең 65-ке and city тең Астана. Көрдіңіз ба? Print сізге 50
пайыз жеңілдік. Сізге 50% жеңілдік. Else немесе print сізге жеңілдік жоқ деген жазба шықсын. Так, қайтадан сізге жеңілдік жоқ. Қазір бұл программаны тексерейік. Көрдіңіз ба? Сізге 50% жеңілдік. Қазір H пен CTD input арқылы жасап көрейік. Мысалы қараңыз. Ойбай. H10 int input. Біз не үшін int жасап жатырмыз? Себебі string берсек, онда біз string пен integerді бір-бірімен салыстыра алмаймыз. Яғни бұл жердегі мәселе, біз бұл жерде now h int жоқ болса, бізде string болады ғой. Ал 65 бұл integer. Біз string пен integerді бір-бірімен осылай салыстыра алмаймыз. Бұл функция stringті integerға айналдыруға мүмкіндік береді. Осы детальға назар аударсаңыздар. Яғни input жасыңыз нешеде деген сұрақ болсын маяқта. Жасынды енгіз. Так, содан кейін city болсын. Cityға int қоюдың қажеті жоқ, себебі бұл жерде string пен string тексеріледі. Бұл жерде жай ғана input жазсақ болады. Қай қалада тұрасың дейік. Қай қалада тұрасың. Қай қалада тұрасың. Енді көрейік. Мына екеуі жай ғана коммент, оған назар аудармаңыз. Python жұмысына бұл ешқалай әсер етпейді. Run, жасынды енгіз. Енді менің жасым, мысалға, 68-де, қалам Астана деп көрейік. Астана. Көрдіңіз, сізге 50% жеңілдік. Енді басқа жағдайды қарастырайық. Менің жасым тағы да 68 болсын, бірақ қалам мысалға Тараз болсын. Сізге жеңілдік жоқ. Көрдіңіз ба? Бұл жағдай орындау үшін бізде екеуі де сәйкес келу керек. Себебі and бұл екеуі де деген мағынаны білдіреді. Енді тағы да бір мысал. Жарайды, менің жасым 12-де болсын, бірақ қалам Астана болсын. Бұл маған береді ма жеңілдік, бермейді ма? Көрдіңіз ба? Сізге жеңілдік жоқ. Өте аянышты. Дегенмен біз бұны өзгерте аламыз. And-ның орнына or деп жазсақ болады. Or дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда немесе деген мағынаны білдіреді. Сіздің жасыңыз 65-тен үлкен болу керек, немесе қалаңыз Астана болу керек. Яғни бұны тексеріп көрейік. Мақұл, менің жасым 12-де. Жарайды. Бірақ қалам Астана. Ол маған жеңілдік берді, күшті. Себебі біреуі орындалып тұр. Бұл жақта енді келесі. Жарайды, менің жасым 78-де болсын, бірақ қалам мысалға Ош болсын. Маған да 50% жеңілдік берді, көріп отқандарыңыздай. Демек, осы жақта біреу ғана орындалуы керек. Енді conditional operations түсінікті деп ойлаймын. Енді жарайды, келесі басқа тақырыпты қарастырайық. Біз келесі қарастыратын тақырып бұл for loops. Loops дегеніміз ол айналымдар. Яғни for айналымдары. Қазір түсіндіретін болам. For I in range 1-ден 10-ға дейін print I. Бұл жерде бізде не болды? Range функциясы бізге 1-ден 10-ға дейінгі сандарды береді. Және де ол I-ға теңеледі. Содан соң ол сандар бізге терминалға осылайша шығады. Тағы да басқа мысал, біз дәл осылай тексті де жазсақ болады. For letter. Letter дегеніміз әріп. In мысалға Астана сөзінде print letter.
біз астана ішіндегі барлық әріптерді терминалға шығардық, көрдіңіз ба? Астана. Яғни for бізге бір нәрсенің ішінде бірнеше рет айналуға мүмкіндік береді. Бұл жерде letter болу маңызды емес. Бұл жерде біз тіпті а десек те болады. Иә, ол да жұмыс жасайды. Көрдіңіз ба? Тура сондай нәтиже. Астана. Яғни for бізге бір нәрсенің ішіне бірнеше рет қайталап көруге мүмкіндік береді. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Егер де біз программаны for I in range мысалға 20 рет жасалғанын қаласақ, иә, онда біз бүйтсек болады. 1-ден 20-ға дейін сандарды бізге терминалға шығар дедік. Көрдіңіз ба? Бұл 1-ден 20-ға дейінгі сандарды бізге терминалға шығарды. Тағы да range функциясы үшінші параметр қабылдайды. Ол параметр ретінде біз step, яғни қадам. Бұл не береді? Яғни 1-ден 20-ға дейінгі сандарды 3-3-тен бізге беру керек. Яғни ол әрдайым 3-ке үлкейтіп отырады. Қазір бұны көрейік. Көрдіңіз ба? Яғни бұл қадамдар енді әр 3 сан сайын бізге көрсетіп отырады. Бұрында бізге 1, 2, 3, 4 деп берсе, қазір 1, 4, 7, 10 деп береді. Яғни қадамдарымен береді. For loop түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни for белгілі бір айнымалыны осяқа сақтайды да, онымен бізге жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі нәрсе бұл while. While loops. While мен for бір-біріне өте ұқсас. Дегенменен екеуінің жазылуы басқаша. While'ды қолдану үшін бізге белгілі бір айнымалы керек. Мысалға age деген айнымалы болсын, ол 18-ге тең болсын. Иә. Және де былай жасақ болады. While age кіші мысалы 40-тан print сен жассың. Сосын біз age-ті үлкейтсек болады. Age-тен age қосу 1. Яғни біз Python-да айнымалының мәнін өзгерте аламыз осы жолмен. Яғни әр итерация сайын age 1-ге үлкейтіп отырады. Содан соң 18-ге 1-ді қоса берген соң ол 40-тан жоқ. Бұлай жазып, бұл жерде керісінше кіші. Егер де жасымыз 40-тан кіші болса, онда сен жассың деген жазу шығады. Егер кіші болмаса, онда бұл жазу шықпайды. Яғни әр итерация сайын біздің жасымыз 1-ге үлкейіп отырады. Біріншіде ол 18 болса, содан соң 1-ге үлкейіп отырады. 19, 20, 21, осылайша ол үлкейіп отырады. Қазір бұл функцияны тексерейік. Көрдіңіз ба? Сен жассың деп бір 20 рет па солай көрсетілді. Бірақ содан соң программа өз жұмысын тоқтатты. Яғни while бізге осының ішіне жазылған condition арқылы итерация жасау мүмкіндік береді. Яғни итерация дегеніміз қанша айналым жасалды. Дәл осылай. Біз infinite loop жасай аламыз. Infinite дегеніміз ешқашан тоқтамайды. Қазақшасы infinite ол ұмытып қалдым. Мәңгілік, яғни мәңгілік луп жасасақ болады. Ешқашан тоқтамайды. Ол үшін біз қалай жасаймыз? Ол үшін өте қарапайым. While true деп жазамыз. Болды. Print тоқтамайды. Бұл print функциясы ешқашан тоқтамайды. Яғни бұл бізге не береді? While true. Егер де осяқтағы condition true болған сайын, бұл жүре береді. Бұл ешқашан тоқтамайды. Көрдіңіз ба? Қазір оны көрсетейік. Көрдіңіз ба? Бұл терминал ешқашан тоқтамайды. Тоқтамай мәңгілік жүре береді. Бұны тоқтау үшін Ctrl-C-ді басасыз. Ctrl-C, я. Ctrl-C-ді бассаңыз ғана тоқтайды. Жарайды, бұл түсінікті деп ойлаймын. Яғни while оның ішіндегі condition, яғни жағдай true болған сайын орындалады. Егер де ол false-қа теңелсе, онда
өз жұмысын тоқтатады. Оны қазір былай істейік. Мысалға, var тен input жалғастыру. Қайда бізде? Міне, жалғастыру. Көрдіңіз ба? Басында бізде мысалы var 2 trueға тең болсын. While var true. Яғни while var 2 ол trueға тең болып тұр, яғни ол жасала береді. Енді бітейік. If var тең иә, онда print сен иә дедің. Сол үшін ол жалғастырады. Elif var тең жоқ, онда print сен жоқ дедің. Енді бұл жерде біздің нәрсе не істейді? Бұлай жасайық. Негізі біз бұны Ctrl-S, мынаны бұл жаққа емес, қазір бір минут, copy, дәл осы жерге жасағанымыз дұрыс болады. Жалпы бұл функция не істейді? Қазір жұмыс барысын көрсетейік, сол кезде бәрі түсінікті болады. Жалғастыру. Иә, сен иә дедің. Жалғастыру. Иә, сен иә дедің. Жалғастыру. Иә, сен иә дедің. Енді жоқ деп жазып көрейін. Жалғастыру жоқ. Сен жоқ дедің да өшіп қалды. Енді бұл жерде не болған түсіндірейін. Басында біздің var 2 trueға тең болды. Яғни var 2 trueға тең болды. While true. Яғни бұл жердегі while true. Шындық болған сайын. While true болған сайын ол жұмыс жасай береді. Ішіндегі condition, яғни жағдай, true болса, while жұмыс жасай береді әрдайым. Бірақ та, егер де while'дың condition'ы falseға тең болған жағдайда, онда ол өз жұмыс барысын тоқтатады. Бұл жерде біз не істедік? Бұл жерде var жалғастыруға тең. Яғни біз иә дедік, немесе жоқ дей аламыз. Егер де біздің жауап яға тең болса, онда сен иә дедің да, онда var 2 true болып қала беріп, бұл өз жұмысын жалғастыра береді. Дегенменен біз бұл жерде var'ды жоқ деп жазсақ, онда var жоққа тең болып, біз var 2-ні falseға ауыстырамыз. Наяқта ол true болды, біз оны falseға ауыстырамыз. Және де келесі циклда бұлай болады. Енді біз наяққа false дегеннен кейін, бұл while false болып кетті де, өз жұмысын тоқтатуы тиіс. Енді бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Осыменен біздің while loopстарымыз бітті. Жарайды. Енді біздің келесі қарастыратын тақырып бұл, қателеспесем, функциялар. Дәл өзі. Pythonда функцияны белгілеу үшін біз def, одан соң функцияның атын жазамыз. Мысалға, my function дейік, менің функциям. Менің функциям ешқандай мына жерде аргумент параметр қабылдамайды, тек print hello world деп жазады. Print hello world деп жазады. Көрдіңіз ба? Бұл ең қарапайым функция. Def функцияның аты осындай жақша 2 нүкте print.
Pythonда функциядан осы екі нүктеден кейін осы жерде әрдайым орын болу керек. Indentation деп аталады. Бұл көбінесе 4 пробелға тең болады, 4 спейсқа тең болады. 1 спейс, 2 спейс, 3 спейс, 4 спейс. Яғни бір тапқа немесе 4 спейсқа. Pythonда тап дегеніміз, тап ол 4 спейс. Спейс дегеніміз мынау үлкен батырма, компьютер пернет тақтасындағы үлкен батырма. Бұл спейс деп аталады. 1 спейс, 2 спейс, 3 спейс, 4 спейс. Бұл бір indentationға тең. Жарайды. Енді бұл функцияны шақыру үшін, бұл функция жұмыс жасау үшін, қазір ранды бассақ, бұл ештеңе де жасамайды. Көрдіңіз ба? Ештеңе болған жоқ. Себебі бұл функцияны біз шақырған жоқпыз. Функцияны шақыру үшін біз функцияның атын жазып, my function, одан соң осындай жақша қоюымыз керек. Осындай жақша қойымыз. Енді бұл функция жұмыс жасайды. Көрдіңіз ба? Hello world. Біз бұл функцияны бір қызығы айнымалы сияқты бірнеше рет шақырсақ болады. Дәл осылай. Қазір бұл 2 рет шығару керек. My function ма? Көрдіңіз ба? Енді біз бағана өткендей for және while loopстарды өттік қой. Соны қолданып my functionды бірнеше рет шығарып көрейік. Мысалы қараңыз. For I in range 1-ден 10-ға my function. My function. Бұл біздің my function функциясын 10 рет шақырады. Көрдіңіз ба? 10 рет шақырды, немесе 9 рет. Нақтысын айта алмаймын. 10 рет шақырды. Біз осылайша for loopстарды осындай итерация жасауға мүмкіндік береді. Итерация дегеніміз қанша рет бұл айналады осылай. Жарайды. Тағы да функцияның айта кететін бір ерекшелігі, оның return дейтін нәрсесі болады. Яғни return statement. Яғни return деген нәрсесі. Ол бізге бірнеше нәрсені қайтара алады. Мысалы, ол бізге басқа текст қайтаруы мүмкін, немесе hello world деген. Мынаны алып тастасақ, бұл бізге осындай текст қайтаруы мүмкін. Hello world деген. Бұл не үшін керек? Мысалы, қараңыз. Біз бұны былай істей аламыз. Var тең my function. Көрдіңіз ба? Біз бұл функцияны шақырған кезде, ол бізге return қайтарады. Return ол қайтару деген мағынаны білдіреді. Бұл жағдайда бұл бізге string қайтарады. Ол қайтарылған string осы айнымалыға сақталады. Яғни бұл функцияны қайтарған заты осы айнымалыға сақталады. Сосын біз бұл айнымалымен жұмыс жасай аламыз. Мысалы, print var. Бұны шығара аламыз. Көрдіңіз ба? Hello world. Осылайша біз осымен жасай аламыз. Енді бұл функция шыны керек ешқандай пайдасы жоқ. Пайдалы функция жазайық. Def say hello. Енді параметрлармен жұмыс бастайық. Бұл функция name деген параметрді қабылдалсын делік. Сосын ол бізге осындай string қайт. Яғни, ең бірінші, бұл жаққа біз функция жұмыс жасайтын параметрларды береміз. Яғни, name бұл жерде параметр. Бұл функцияны шақырған кезде біз міндетті түрде name'ді беруіміз керек. Содан соң біздің say hello функциямыз осы параметрмен жұмыс жасайды. Сабақтың басында айта кеткендей, біз f функциясын қолданып форматталған string қайтара аламыз. Ол үшін бүйтейік. Hello name. Енді қараңыз. Енді былай жасайық. Var тең say hello seka. Print var. Бұл жерде біз не жасадық? Біз say hello-ға seka аргументін бердік. Ол аргумент name параметріне сақталды. Одан соң біздің say hello функциямыз бұны осы stringтің ішіне f-тің арқасында салды. Қазір бұны көрейік. Көрдіңіз ба? Hello seka. Біз біздің функцияны одан да жақсарта аламыз. Енді ол фамилиянты қосып алсын. Name және де surname. Surname ағылшын тілін аударғанда фамилия. Енді фамилиямен қоса бізді
қарсы алсын. Дәл осылай, көрдіңіз ба? Енді біз секаның қасына фамилиянты беруіміз керек. Берікович, мысалға Сека Берікович. Бұл аты, бұл фамилиясы. Енді бұны бізге осылай қайтарады. Көрдіңіз ба? F-stringта өткендей, бұл текстің ортасына бізге осыны қойға мүмкіндік береді. Енді көрейік не болатынын. Көрдіңіз ба? Hello Сека Берікович. Бұл функция бізге осындай форматталған стринг қайтарады. Форматталған дегеніміз өзгертілген. Біз F-сіз де бұны жаза аламыз. Оны F-сіз жазу үшін біз былай істеуіміз керек еді. Яғни return hello плюс name плюс surname. Біз осылай жазуға мәжбүр болатын едік. Бірақ F нәрсеміз бізді бұл іс әрекетімізді жеңілдетеді. Жарайды. Енді барлығын өзгешелетейік. Енді функциялар түсінікті болды деп ойлаймын. Және де біздің бүгінгі соңғы өтетін тақырып бұл Pythonдағы класс ұғымы болсын. Енді соңғы тақырыпта біз адамдарға Kaspi аккаунт жасап көрейік. Біз осы класс арқасында көптеген Kaspi аккаунт жасай аламыз. Дәл қазір біз Pythonда классты қолданып Kaspi аккаунт жасайтын боламыз. Kaspi аккаунт жасау үшін бізге сызба керек. Барлық аккаунттың сызбасы керек. Яғни біз бір сызба арқылы жүздеген, мыңдаған, миллиондаған аккаунт істей аламыз. Біздің аккаунт өте қарапайым болсын, ол жерде адамның аты және де балансы болсын. Оны істеу үшін біз былай жазамыз. Класс және де Kaspi деп жасайық. Класс Kaspi, 2 нүкте. Болды. Енді әр Kaspi аккаунттың ішінде адамның аты және де балансы бар. Оны біз қалай жасаймыз? Бұны жасау үшін Pythonда арнайы метод бар. Def __ init __. Бұл Pythonдағы арнайы функция. Барлық класстар осы функциямен жұмыс жасайды. Бұл барлық классқа бірдей. Бұяқта Сбербанк болу мүмкін, Freedom банк болу керек, ATF банк болу маңызды емес. Барлығы, егер де біз оған параметр бергіміз келсе, атрибут, онда біз осы def initті қолданамыз. Одан соң осындай жақшалар және де self деп жазуымыз керек. Бұл жердегі self дегеніміз әр Kaspi аккаунт тек өзіне тиесілі параметрларды сақтауы керек. Жарайды, оны болашақта көріп жатармыз. Енді әр Kaspi аккаунтта name бар, адамның аты және де баланс. Мені көріңіз, баланс. Жарайды. Енді параметрларды іске қосу үшін біз былай жасау керек. Self name ten name. Self balance ten balance. Көрдіңіз ба? Енді әр Kaspi аккаунттың, яғни self ағылшын тілінен аударғанда өзім деген мағынаны береді. Енді әр Kaspi объектінің өзінің аты бар және балансы бар. Self дегеніміз осыны білдіреді. Әр аккаунтта өзінің аты бар және де өзінің балансы бар. Барлық Pythonдағы класстар осы self-пен жұмыс жасайды. Жарайды. Енді біздің ең бірінші Kaspi аккаунтты жасап көрейік. User1 ten Kaspi. Яғни Kaspi объект жасау үшін біз осылай жазамыз. Яғни user1 ол айнымалы. Ең бірінші тақырып. Ten Kaspi объектісі. Kaspi объектісін жасау үшін біз ішіне name және де баланс параметрларын беруіміз керек. Мысалға, name бізде серік болсын, ал баланс, мысалға, 10.000 теңгесі бар деп елестетейік. Көрдіңіз ба? Жасадық. Енді бұл кодты іске қоссақ, біз ештеңе көрмейміз. Себебі біз ештеңе жасаған жоқпыз. Ол объектісі пайда болды, бірақ ол объектпен біз жұмыс жасаған жоқпыз. Қазір оны терминалға шығарайық. User1. Көріп отқандарыңыздай терминалға бізге түсініксіз нәрсе шықты. Kaspi object at 000. Түсініксіз нәрсе, Бұл дегеніміз Kaspi объект құрылды және де ол осы жерде орналасқан деген мағынаны білдіреді. Бірақ бұл түсініксіз, бізге керек емес. Бір қызығы, біз объектінің атрибутына
қол жеткізе аламыз. Ол үшін біз не істейміз? user1 нүкте name. Қазір бізге осы Каспи аккаунттың аты шығу керек, көрдіңіз ба? Серік. Тура солай біз оның балансын да шығара аламыз. user1 баланс. user1 баланс. Так, мынаны жабайық. Көрдіңіз ба? Серік және де 10.000 теңге. Барлығы дұрыс, күшті. Тағы да бір қызық нәрсе. Енді Каспи аккаунтта тек қана админ баланс емес, онымен іс-әрекет жасау керек. Яғни біз ақшаны шығару керекпіз және де ақшаны алу керекпіз. Оны қалай жасаймыз? Оны келесі жасаймыз. Dev ақшаны салуды деп dev мүмкін былай жасайық. Give ол беру, лана битик. Енді мысалға dev алу дейге ақшаны алу керек. Dev ақшаны алу сумманы қабылдасын, я? Sum дегеніміз сумма, қаншалықты сумманы алады. Енді өтейік. Self balance минус 10 sum. Мына жаққа self-ті ұмытып кетіппін. Я, self, я. Әрдайым self-ті беріп жүру керек. Бұл жерде енді не? Біз алу функциясын шақырған кезде балансымыз біз берген суммаға азайып отырады. Одан соң әрдайым біздің балансты терминалға шығарып отырсын. F-string сіздің баланс self balance болсын, я? Мына дәл осындай текст шығарсын. Қазір оны іс-әрекетте көрейік. Дәл осы моментте біздің баланс 10.000 теңгеге тең болуы керек. Бірақтан біз былай жасаймыз. User1 алу, мысалға бір 500 теңге алып тастайық. Одан соң не болатын көрейік. Көрдіңіз ба? Енді біз Каспиға алу деген функцияны қостық. Енді алу функциясы біздің баланстан ақшаны алады. Енді тағы да соны шығарайық. Мысалға user1 алу бір 7.000 теңге, 7.000 теңгені алып тастайық. Не болатын көрейік. Көрдіңіз ба? Біз 7.000 теңгені алып тастаған соң ақша азайды. Енді тағы да бір ақша алайық. Мысалға алу 30.000 теңге алып көрейік. Не болатын көрейік. Мына жерде сіз біздің ең бірінші бакты көріп отырсыз. Минус 27.500 теңге шынайы Каспида болу мүмкін емес. Бұл мәселені қалай шешеміз? Біз өткен тақырыпта if else дегенді өттік. Біз осыны қазір осы жерде қолдана аламыз. Енді біз бұны өзгертуіміз керек. Минус 27.500 шынайы Каспи аккаунтта болу мүмкін емес. Біз бұны қазір дұрыстаймыз. Қазір былай жасамыз. If self balance кем суммадан, онда print сізде жеткіліксіз ақша. Так, сөйтіп біздің балансты терминалға шығарсын. Және де біздің шығарғымыз келіп жатқан сумма. Бұл функцияның логикасы қандай? Егер де біздің баланс біз шығарғымыз келетін суммадан кіші болса,
онда бізде ақша жеткіліксіз. Сол кезде осы шығады. Егер де бізде ақша жеткілікті болса, онда осы функция шығатын болады. Қазір қайттан тексерейік. Көрдіңіз ба? Бізде қалған ақша 2500 теңге болған, бірақ біз шығарғымыз келді 30 мың. Бұл мүмкін емес. Сол үшін сізде жеткіліксіз ақша деген жазу шықты. Дәл осылай біз Pythonда осындай багтарды жөндей алдық. Әзірше осы. Бұл біздің өткен ең соңғы тақырып. Егер де сіздерге бұл видео ұнаса, онда лайк басуды, бөлісуді және тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарыңыз үшін рахмет.